Ерте заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпіріне: Ай кемпірім-ай, сен қамбағы сыпырып, қуыс мүйісін қырнап, осылайша қалған құтқан ұнды жинап, бауырсақ пісіре ғой кемпір. Кемпір шалдың айтқанын орындайды. Екі уыс ұн жинап, бауырсақ пісіреді. Ұнды қаймаққа илеп, бауырсақты майға пісіреді. Бауырсақ әдемі болып піседі. Кемпір бауырсақты суытуға терезе алдына қояды. Бауырсақ жатып жалығады. Терезеден орындыққа секіреді, орындықтан еденге, еденнен есікке, есіктен ауыз үйге, ауыз үйден шыға берістен аулаға, ауладан қақпаның сыртына, содан әрі қарай домалай жөнеледі. Жолда келе жатса алдынан қоян жолығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жеме қоям, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, мен апамнан қаштым. Сенен де қоян қашуға аса қулықтың қажеті жоқ. Апайым, сен ұстап боламын. Өлеңін айтып әрі қарай домалай жөнеледі. Домалап келе жатқанда алдынан қасқыр жолығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші мені, сұр қасқыр, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, мен атамнан қаштым, мен қояннан қаштым. Енді сенен де қасқыр, қашып жөнелемін. Апайым, сен ұстап алайыншы. Өлеңін айтып барып келе жатса, оған қарсы айып шығады. Мен аюмын. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мені сен жей алмайсың аю. Мен бауырсақ, мен атамнан қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым. Ал сенен аю, кетуім оңай. Апайым, қазір мен сені ұстап аламын. Осылай айтып бауырсақ әрі қарай домалай жөнеледі. Домалап келе жатса алдынан түлкі шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Исің қандай керемет. Түлкі, мені жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Мен бауырсақ, мен атамнан қаштым, қояннан да қаштым, мен қасқырдан да қаштым, аюдан оңай қаштым. Ал сенен түлкі кетуге айла іздеп қажеті жоқ. Түлкі бауырсақтың өлеңін тыңдап алып, былай дейді: Өлеңің жақсы екен, бірақ менің құлағым онша жақсы естіпейді. Менің мұрныма келіп, қасыма келіп айтшы бауырсақ. Менің құлағым мүлдем естімей қалды. Бауырсақ. Бауырсақ түлкінің тұмсығына отырып, қатшырақ өлеңін айта бастады. Ал түлкі: Енді тілімнің ұшына отырып, ақырғы рет айтып берші. Бауырсақ түлкінің тіліне отырып айта бастайды. Ал түлкі болса бауырсақты